Әссәләму алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте дәмді өрік шырынын дайындайтын боламыз. Өріктерімізді жуып алып, кейін дәндерінен ажыратып аламыз. Менде 2 килограммда өрік. Және ерітартқыштан өріктерімізді өткіземіз. Табаққа немесе шөмішке өлшеп ыдысымызға құямыз. Менде 2 шөміштей өрік шықты, мен соған 4 шөміштей су құямын. Яғни бірге бір етіп су құямыз. Мен 3,5 құйдым, кішкене қою болғанын қаладым. Егер сұйық болсын десеңіздер, 4 шөміште құйыңыздар. Кейін жақсылап араластырып, өріктердің қабығынан ажыратып алғыларыңыз келсе, сеткада ұсақ немесе илеуіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Шырынымызды орташа отқа қоямыз және көбіктерін алып отырамыз. Жақсылап қайнатамыз. 40-45 минут қайнату керек. Көбіктерін алып тастаймыз. Өрік шырынымыз дайын болды. Енді стерленген банкаларымызды және қақпақтарымызды дайындап қоямыз және қайнаған ыстық күйінде құйып аламыз. 2 литрлік банкіге 200 граммнан қант саламыз. Ал 1 литрлікке 100 граммнан қант саламыз. Кейін бетін жабамыз жақсылап. Шырын өте жұмсақ болып шығады және балаларға да өте ұнайды. Дүкендегі шырындардан еш айырмашылығы жоқ. Астарыңыз дәмді болсын.